Бүгін біздер өте дәмді қытырлықтар әзірлейтін боламыз. Тестасының рецепті төменде жазылған, сол жерден көрсеңіздер болады. Енді осылай ие қанған тестамызды бөлшектерге бөліп аламыз, және де бұны астың нанына жайған сияқты өте жұқа қылып илейтін боламыз. Қалғандарын бетін жауып қоямыз, кеуіп кетпес үшін. Енді мұны өте жұқа қылып илейміз, және де осылай кесіп аламыз. Кеуіп кетпес үшін пісіргенше бетін жауып қоямыз. Және де майымызды қыздырамыз. Осындай бақырашқа пісірген ыңғайлы болады. Дәл видеодағыдай жасап пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достар, менің YouTube каналымда осындай рецепттердің барлығы тегін салынған, тегін мастер-класстар барлығы анық нақты түсіндірілген. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп алыңыздар каналыма, және де керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде колокольчикті басып қойыңыздар.